қандай дерттен болуы мүмкін? Аяқ ауруын дер кезінде емдемесе, аяқтың ауруы көбіне елеусіз өтетін жағдай. Себебі аяғыңызды кішкене созып отырсаңыз, немесе аяғыңызды жоғары көтеріп отырсаңыз, ауырғаны басылады. Алайда аяқ ауруына мән бермей жүруге болмайды. Бүгін біз сол туралы айтамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын каналға жазылыңыз, лайк басыңыз және қоңырауды басыңыз. Осылайша біз бастаймыз. Себебі аяқ ешқашан себепсіз ауырмайды. Ол қандай да бір дерттің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Әсіресе тізенің төменгі тұсы мен жанының ауруы адам денсаулығы үшін қауіпті. Аяқтың ауруына өздеріңіз білетіндей, адамның қаны әртүрлі микроэлементтермен толтырылған. Бұл ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне ықпал